Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. 49-шы тақырып: көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бірінші тапсырма: есептеп жауаптарын өсу ретімен орналастыр. Сонда сен Абайдың тағы қандай мәдениеттің үшінші көзі шабыттандырғанын білесің. С әрпінде 99 бөлінген 11 тең болады 9-ға. Р әрпінде 96 бөлінген 24 тең болады 4-ке. О әрпінде 63 бөлінген 21 тең болады 3-ке. О әрпінде 96 бөлінген 16 тең болады 6-ға. Өсу ретімен орналастырсақ 3, 4, 6, 9. Жауабы орыс мәдениетінің. Келесі сөз есеп, 6-шы есеп. Автобус таңертең сағат 10-да шығып, 300 км жолды 6 сағатта жүріп өтті. Егер машиненің жылдамдығы автобустың жылдамдығынан қарағанда 10 км сағат артық болса, ол осы уақытта қанша қашықтықты жүріп өтеді? Бізде бұл жерде артық мәлімет бар. Ол таңертең сағат 10-да шықты деген мәлімет. Ол ештеңені шешуге көмектеспейді. Сондықтан ол сағат 10-ды ешқайда қоспай есептейміз. Жазамыз. Автобустың несі арақашықтығы S тең 300 км, уақыт Т тең 6 сағат. Біз жылдамдығын табамыз. Машиненің жылдамдығы жазып қоямыз. Автобустың жылдамдығынан 10 км сағат артық. Уақыт тең дәл осы уақытта десе 6 сағат. S тең арақашықты табамыз. Шешімі: бірінші автобустың жылдамдығын табу үшін В тең S бөлінген Т. Демек, 300 бөлінген 6 тең болады 50. Бізде автобустың жылдамдығы 50 км сағат. Келесі, машиненікі одан 10 км сағатқа артық дедік. Демек, қосамыз. 50 қосылған 10 тең 60 км сағат. Бұл жерде машиненің жылдамдығы бізде 60 км сағатқа тең. Машиненің жүріп өткен арақашықтығын табу үшін S тең жылдамдық көбейтілген уақыт 60 көбейтілген 6 тең 360. Жауабы 360 км арақашықтықты жүріп өтті. Келесі есеп Ә. Сал өзен ағысымен 3 км сағат жылдамдықпен жүзеді. Жазып аламыз. Жылдамдық тең, бізде есепте байқасаңыздар, ауданы 3000 метрмен берілген. Сондықтан біз 3 км сағатты метр сағатқа айналдырамыз. Ол дегеніміз 1 километрде 1000 метр болады. 3-ті көбейтеміз 1000-ға, бізде жазамыз. Жылдамдық В тең 3000 метр сағат. Салда 3 адам отыр. 3 адам отырғаны бізге ешқандай шешім табуға көмектеспейді. Сондықтан бұл артық мәлімет болып табылады. S тең 3000 метр. Бізге табу керек уақытты. Т тең қанша сағат қажет? Шешімі: уақытты табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Т тең S бөлінген В. Т тең орнына қоямыз. 3000 метр бөлінген 3000 метр сағат. 2 метр қысқарып кетеді. Жауабы 1 сағат. Бізде жауабы 1 сағат қажет болады. Келесі 7-ші есеп. Ұзындығы 5 метр, ені 4 метр болатын еденге төсеу үшін қанша квадрат метр линолеум қажет? Ені 2 метр, линолеум орамынан ұзындығы қандай бөлік кесіп алу керек? Бұнда байқасаңыздар, екі түрлі ендері бар бізге берілген есеп. Сондықтан А1, А2 деп жазамыз. Шартын жазып аламыз. А1 ұзындығы тең 5 метр, ені Б1 тең 4 метр. Бұл жерден бізде ауданын табу керек, S-ті табу керек. Келесі А2 тең 2 метр, Б2-ні табу керек. Шешімі: ауданы табу үшін S тең А1 көбейтілген Б1 болады. Орындарына қоямыз. 4 метр көбейтілген 5 метр тең 20 метр квадрат. Бізде ауданы 20 метр квадрат. Келесі Б2-ні табу үшін S бөлінген А2 тең бізде болады 20 метр квадрат бөлінген 2 тең 10 метр квадрат. Жауабы 10 метр квадрат кесіп алу қажет. Келесі 8-ші тапсырма. Қабырғалары 4 см болатын шаршысыз оны 2 сызықпен 4 бөлікке бөл.
бірнеше тәсілмен орындап қандай фигуралар пайда болды айтамыз. Алдымен осылай сіздер оны түп-түз оғдырып сызып алыңыздар. Мен сіздерге мысал ретінде сызып көрсетемін. Мінекейіңіз осылай 4 жағын бірдей қылдырып 4 см шаршы сызып аламыз. Қақ ортасынан үстінен төмен қарай, жанынан оң жаққа қарай 2 сызық сызамыз. Бізде бірдей жан жақ қабырғалар бірдей 4 шаршы пайда болды. Болмаса, осылай қайтадан сондай 4 жағы бірдей 4 см шаршы сызып аламыз да, шетінен, оң жақ шетінен сол жақ шетіне қарай, сол жақ шетінен оң жақ астыңғы шетіне қарай 2 түзу сызық жүргіземіз. Сонда бізде қабырғалары бірдей 4-3 бұрыш шығатын болады. Келесі 10 есеп. Арман мен Әлия 4 таңбалы сандар жазды. Арман бірінші цифры кейінгі 3 цифрының қосындысына тең сандар жазды. Мысал келтірейік, 5 мысалдан. Бірінші Арман 4211 деп жазды деп айта аламыз. Себебі 4-тен кейінгі 2 қосылған 1 қосылған 1 4-ке тең болады. 5113 113 цифрларын қосқан кезде 1-ге 1-ді қосқанда 2, 2-ге 3-ді қосқанда 5. Сонда 5113. 6321 3 қосылған 2, 5 қосылған 1 6. 7412 4 қосылған 1 5, 5-ге 2-ні қосқанда 7. 8332 3-ге 3-ді қосқанда 6, 6-ға 2-ні қосқанда 8. Келесі Әлия керісінше соңғы цифры алдыңғы 3 цифрының қосындысына тең сандар жазды. 2349. 2-ге 3-ді қосқанда 5, 5-ге 4-ді қосқанда 9. 4318. 4, 3, 1 қосындысы 8-ге тең. 3159. 3, 1, 5 қосындысы 9-ға тең. 5218. 5, 2, 1 сандарының қосындысы 8-ге тең. 6118. 6, 1, 1 сандарының цифрларының қосындысы 8-ге тең. Өздеріңізде қалауларыңыз бойынша жаза бересіздер. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін, келесі шығатын есептердің жауаптарын жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, өз комментарийларыңызды қалдырып кетіңіздер. Рахмет, сау бол.